Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз күріш салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен күрішімізді жақсылап жуып, салқын су құйып, тұзымызды салып, газға қойып пісіріп аламыз. Сосын суытып қоямыз. Күрішіміз суығанға дейін біз ішіне қосатын заттарымызды турап аламыз. Ең алдымен қиярымызды төрт-бұрыштап, ұсақтап тураймыз. Сосын краб таяқшаларында төрт-бұрыштап турап аламыз. Жұмыртқаларымызды да солай төрт-бұрыштап ұсақтап тураймыз. Сосын жүгерімізді, суыған күрішімізді саламыз. Сосын майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз салсаңыздар да болады. Осымен біздің күріш салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, жасалуы да, дайындалуы да өте тез және тез желінетін салат. Барлықтарыңызға ас болсын.